Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмді кешкі ас жасайтын боламыз. Алдымен вермишельдің үстіне тұз салып, ыстық сумен жақсылап бұқтырып аламыз. Формамызды алып, үстіне бұқтырылған вермишельдерімізді қоямыз. Үстіне туралған ет немесе фарш қойсаңыз болады. Фаршпен бірақ дәмдірек аз ғана тұз сеуіп, үстіне қаймақ жағамыз. Үккіштен өткізілген картофелімізді сеуіп, ұсақтап туралған болгар бұрышын бетіне қызартып қоямыз. Қатты қырық болып кетпеу үшін бетіне қаймақ пен суды араластырып құямыз. Пешке салар алдында жанына аздап су құйып қойыңыз, жақсы пісу үшін. Піскеннен соң қайтада салу керек болады. Бетіне қаймақ және сырды қойып, қайтадан 5 минутқа салып қоямыз. Мінеки кешкі асымыз дайын. Егер бір нәрсе түсініксіз болса, комментарийға жазып сұрақ қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған Жамиля, тіркеліп кетіңіздер.